біз никогда бір-біріміздің жұмысымызды довольно қылмаймыз. Только тамаққа ғана істеп жүрдік дедік қой. Мысалға әркім үйін істедік. Сондай конкуренциядан қалай шығып жатсыңдар деген сұрақ қой енді. Қымбат қой бағаларын ол обязательно болады, ол бізде обязательно. Шымкенттің саудаласқан жақсы көреді ғой Шымкент адамдары. Сол кездің өзінде 5000-нан алдық қой квадрат, 126 квадрат. Шымкенттегі конкуренциядан шығудың бір жолы Қысқан ақшамыз қайтып шығардық. Уже біз кабельмарын кесіп тастағанбыз ғой. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, біз үшін үлкен жаңалық, қуаныш. Бұл біздің алғашқы подкастымыз Smartlight компаниясының өзінің шәкірттерімен, я болмаса осы салада жүрген басқа да құрылыс саласына электрикаға қатысы бар мамандармен өткізетін алғашқы подкастын бастап отырмыз. Бұлай істеуіміздің басты себебі біздің өзіміз шәкірттерді, қонақтарымызды сіздермен барынша жақын еткіміз келеді. Осы құрылыс саласына жалпы үй болсын, басқа да жер үй болсын, этаж үй, ЖК болса да, осы құрылысқа өз еңбегін қосып жүрген, үлесін қосып жүрген бауырларымызды ортаға тартып, оларды осы өздерінің опыттарымен бөлісуге, өздерінің ойларымен сіздермен бөлісуге шақырамыз. Сондықтан енді біздің подкастымыздың келесі қонағы болам десеңіздер, бір үміткер болсаңыздар, біз қуанамыз. Бізге де өйткені қазір қолдау керек. Алғашқы подкаст болғаннан кейін әлбетте біз қазір кішкене қысылып, мысалы бір қателіктер жіберуіміз әбден мүмкін. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Ал енді бұл подкастқа біздің шәкірттеріміз келіп отыр. Алғашқы шәкірттеріміз, олар бізден осы жақында ғана умный домды үйреніп, бір айдың ішінде алғашқы 5 миллиондық былай айтқанда проектіні алған біздің екі шымкенттік шәкіртіміз келіп отыр. Бұл жігіттер өздеріңізге мен таныстыра кетейін. Бізден умный дом саласын оқыған бауырларымыз Нұрсұлтан және Нұрбек деген жігіттер. Қош келдіңіздер жігіттер. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Енді бізде қуанып отырмыз. Алғаш шәкірттеріміз сендер болсыңдар, өйткені как раз жолдарың түсіп Алматыға келіп қалыпсыңдар. Мен сен деп сөйлей берейін өзімізден. Күнделікті сөйлескенде, мына жерде подкастта сіз деп сызылмай қойық. Жалпы өздерің таныстыра кетсеңдер, мысалы есімдерің, қайдан боласыңдар, жалпы жастарың қай саладасыңдар, сол туралы айтып жіберсеңдер. Менің есімім Нұрбек болады. 96 жылғымын. Шымкент қаласынан. Осы электрика саласында жұмыс жасаймын. Және осы электрик, одан кейін осы қазір умный доммен айналысып жүрмін. Мен Марат Нұрсұлтан, 99 жылғымын. Шымкент қаласынан ғой, сол недомда. Қанша жыл болды жалпы электрикамен айналысып жатқандарыңызға? Не үшін электриканың айналысып жатсыздар осы саламен? Электрика дегенде, мысалға қанша жыл болды? Біздің 6 жыл, 7 жыл болды. Мысалы мектеп, колледж бітіргеннен бастап қой. Практикада жүрдік, одан кейін жұмысқа кірдік сразу. Бұған келу себебіміз әкеміздің өзі ұстазы ғой, короче, осындай құрылыс жағынан. Сол себепкер болды әкеміз. Содан кейін осы электрика мамандығын таңдап, сол саламен істеп жүріп қой жұмыс. Екеуміздің қосылғанымызда 3 жыл болды, 3 жылдан асып кетті қазір. 2-3 жыл. Оған дейін мысалы екі бөлек жүрдіңіздер ме? Екі бөлек. Қалай таныстыңыздар сонда? Бір үйдің үйінде, бір досымыздың үйінде бір нәрсе істеп жатып, әйтеуір бір сәт танысып қалғанбыз ғой. Сөйтеміз, тамақ жеп отырамыз, бургер жеп отырамыз. Сонымен не қой елтесің, анау. Сонымен сол түннен бастап екеуміз кәдімгі алып араласып кеттік қой. Воскресенье уже понедельниктен бастап. Түнде отыр ғой, ертесіне жұмысқа келдік. Одан кейін мен енді былай қалым істеп жүрмін ғой бір өзім. Ішімде бір кезде тағы біреу шығады да, фитнес-центрдің ішіне освещениесін жағу керек. Бар да и дополнительно тағы қосу керек. Сонымен тастасына екеуміз есептеп келеміз. Сонымен анау короче әшейін біздің тамағымен немізге ғана кетіпті ғой, короче. Жүріс-тұрысымызға ғана кетіпті ақшасы. Мынаған тұрамын да. Ничего. Ертең бәрі жақсы болды, енді бастап отырып қой деп арзанға аламыз. Тағы бір өсін аламыз да, олар тоже түсінбейміз, не қылмаймыз, анадан сұраймыз, ютубтан көреміз, давай жасаймыз, болды. Сөйтіп айтып жасап уже кете береміз ғой. Мен түсінген бойынша, мысалы Нұрсұлтанның сөзіне қарағанда, мысалы осы электриканы таңдау, әкең себеп болды. Әкем себеп. Маған тура сондай. Оның да әкесі бағанағыда ағаш ұстаса, плотник дейді ғой қазір. Менің де әкем ағаш ұстаса, баяғыдан строитель болып келе жатыр ғой, үй соққан, не соққан бағанағыдай. Енді әкең қандай болса, сондай болып кетеді. Алма бұның папасында инструменттеріміз ала береміз, мен папамнан да инструмент тоже алып кете береміз. Бұлай, короче, орнынан басында инструмент сөйтіп жинап жүрдік негізі. Әкелеміз үйден бағанағыдай, әкеміздің жүрба бюро бар деген сияқты. Препараторларын жанып тесетін, солардың бәрін алып аласың ғой. Уже бір сұрағаннан кейін екеуміз ұяламыз да қой, препаратор алайық деп сөйтіп электрик болып дамып кеттік қой. Қазір енді бірақ мына инструментті кәдімгі бірақ үйдегі енді кәдімгі үйде. Осы салаға кірулеріңе былай айтқанда әкелерің себеп болды ғой, ол кісілерге рахмет. Шын расымен де енді әркімнің электрикаға келу себебі әртүрлі, мысалы менде басқаша болған деген сияқты да. Так, енді хорошо, мен түсінген бойынша екеуміз мысалы сол Шымкенттен танысып, сол жақта қазір жұмыс жасап бірге істеп жатсыздар, партнер болып жатсыңдар да.
Енді мысалы Шымкентте мысалы бізде мынандай әңгіме бар. Өздеріңіз айтады, бізге де мысалы Алматыда жүргенде бізге де хабар келеді. Шымкентте баға төмен дейді. Бір нәрсе бастайын десең, бағамен құлатып тастайды. Демпинг дейді ғой, бағамен құлатып тастайды дейді. Сен мысалы обычно там 5.000-нан жасап жүрсең, біреуге 4.000 дейді, 3.000 дейді, түбі 2.000-ға түседі деген сияқты айтады да. Енді былай айтқанда ол конкуренцияның ол жақта жоғары екендігін білдіреді, адамдардың бір бағаны құлатуға деген бір әдейі істемесе де, бірақ соған бір әуестігі да. Енді мендегі сондай сұрақта, мысалы сондай конкуренцияның арасында енді сондай жағдайда, қиын жағдай деп айтайықшы, былай айтқанда, баға құлап жатқан жағдайда екеуің қалай жұмыс істеп жүрсіңдер, жалпы электрика қалай болып отыр? Жақсы, пока умный дом емес. Умный дом туралы оған айтамыз, электриканың өзі қалай болып отыр? Жалпы Шымкенттегі жағдайды бізге айтыңыздаршы, маған, көрермендерге қалай болып жатыр электрика? Сөздің ашығы бізде қазір кемі 5.000 мен 6.500 7.000 дейміз. Шынымен кәдімгідей тура соны енді ұстап кәдімгі есептеген кезде тура жіберсе. А ол кезде қымбат деген кезде біз гарантия береміз. Сразу айтамыз, біз гарантия береміз. Любой қойған затымызға полный гарантия береміз. И одан кейін ол бізге келіп отырған клиенттер айтыладан келіп отырған жоқ, по идее өзінің таныстарынан келіп отыр. Анау қымбат дегендер олар действительно ол алмайтын адам сразу білеміз, телефонның ар жағында уже шешіліп қойды тема жақ. Баға қанша деген кезде осындай цена болды. Сол кезде барамыз. Оған не алмаймыз. Если білетін балалар, есінде жұмыстан көргем, я сенем, білем, не алғам дейтіндер, олар 100% олар алып отыр. В основном сонымен андай сарафан немен келіп отыр. Хорошо, сіздер бағалар 5, 6, 7 ма? Иә. Данный момент Түспейсіздер одан мысалға. Енді біреу жаңағыдай келді да арзанға айтты, не істейсің? Жоқ, мынандай ғой, бізде басында біз банадай ғой, только тамаққа ғана істеп жүрдік дедік қой. Мысалға әркім үйін істедік, оның біздің немізді көрді да, уже жұмысымызды көрді банағыдай, тірлігімізді көрді. Звондап шақырама, болды, на месте сол жерде боламыз ғой. Мына уақыт дейді ма, сол уақытта істеп береміз. Айтыламын ғой, сол уақытта келу керек па, сол уақытта келеміз. Кафельчик істеп жатқан кезде мына ішіне подсветка жағу керек. Соның өзіне де біз баратынбыз ғой, ерінбей барып, кафельчикке жабысқан өтініш біз көрейік, біріншіден таныса салып. И одан кейін кафельні жабыса беріп. Осы ойып қоясың. Бір сөзбен айтқанда жұмыс көрсеттік қой біз, жақсы ше. Жақсы жұмыс көрсеттік. Қалай гарантиямен істейтіндерімізді, качествомен істейтіндерімізді көрсеттік та. И біз одан кейін екеуміз сөйлесіп отырып, неге бағаны көтермеске бағанағыдай. Шамалы, мынандай болып отыр, есептеп көреміз өзіміз. Мысалы, маған жететіні бар, маған жететіні бар, нақ біз осындайға істейміз деген сияқты. И келесі клиенттерге бағаны көтереміз. Олар таныспен келген соң, уже біздің гарантияны біледі ғой. Бана айтады, бұл кісілер мысалға жақсы істейді деген сияқты ғой. Біз бағаны айтып кетеміз. Болды, көремін дейік, бірақ по-любому біз шақырады да бағандай. Басқа біреумен сөйлессе де мысалы. Бізде ана көп клиенттерден отзыв келеді ғой. Сол кезде ана не қылады, енді бір достармен бір әңгіме айтып қалды үйдің ішінде, осы жігіттер ризам әйтеуір. Проблема туғызбайды дейді, көрші. Жетпей қалған материалдар болады, болмаса артылып қалады, басқа болады. Біз өзіміз кейбіреуін енді 100 метр, 200 метр кабырға қоятын болса, біз өзіміз сатып ала саламыз. Үйдемізде барып магазинге өткізе саламыз, ақшаны жасап қоямыз. Жетпей қалса барып өзіміз әкеле саламыз. Мынандай болған ғой, арыс жақта істеп отырдық бір ауылда. И сонымен жетпей қалды, ауылда жоқ магазин, строительный магазин. Сонымен арыс пен Шымкенттің екеуінің ортасында тұр ғой, ауылша. Сонымен екеуміз арысқа барып алып келіп қойып береміз. Ана клиент риза қой көрші. Оған айтты, жетпей қалды, әкеле салайық барып деп ше. Өзін жіберсек деп отыр клиенттің ше, бірақ оны не жібермейді ғой көрші. Азынан әбетке дейін барып өзіміз әкеп. Олай бағаларыңызды түсірмей ұстап отырсыздар. Оған басты себеп жаңағындай гарантия бересіңдер, гарантия бересіңдер. Жұмыстан ешқандай качество проблема жоқ. Сапасынан мен түсінгенім бойынша сервисқа қатты көңіл бөліп жатсыңдар да, мына сендердің клиенттің күткенінен одан артық жасап беріп жатсыңдар ғой, былай айтқанда артық шу шығармай, сұрақ туындатпай, іздеген затын алаңдатпай өздерің әкеп беріп тіпті да. То есть мен түсінген бойынша былай Шымкенттегі конкуренциядан шығудың бір жолы осы да, иә. То есть күтілгеннен артық. Мысалы кейбір істейтін жігіттер бар ғой, мысалы электричествоны затымды әкеп бер, сосын істеймін деген сияқты емес па? Мысалға бізге айтады, болмаса өзің әкеп келесің деген сияқты болады. Болмаса ақшасын бересеңіз біз әкеп келеміз, болмаса чегін жібереміз бағанағыдай. Затымызды өзіміз әкеп өзіміз істей береміз. Біз мысалға жібереміз да ол өзінің тірлігімен кетіп қалуы мүмкін, кейін барып әкеп беруі мүмкін да, біз күтпейміз ғой. Біз айтамыз барып өзіміз барып әкеп келе берейік. Тақпай қалады, түсіндіре алмай қояды магазинге жаңа. Өзіңе керек нәрсені ше, ол өзіңе керек нәрсені алмағаннан кейін, ол по-любому клиенттің әкелген нәрсесі кейбірде тура келмей қалады ше. И одан кейін біз көп нәрсе мен Шымкентте істеп жүрген бір-екі балдарды білемін да. Жақсы жұмыстар жақсы балдар жоқ. Бірақ ең соңына келген кезде, короче, уже ақшасын бәрі алынып қойған, уже қызық емес болып қалады да, ана үй бар ғой. Одан кейін ертең барам, арғы күні барам, бүйтейін, сөйтейін, анау, мынау. Сонда мен бізде Алматыда адам көп болғаннан кейін сол жағдай көп кездеседі. Әңгіме көп,
сосын бізде қыбырлап жыбырлап жай мына жерде мына зат алып бергенге ақша сұрайды, сондай болып кеткенбіз қалада. Сондықтан енді дегенмен де клиенттің жағдайына кіріп қарасаң, оның барлығына клиент төлей бергісі келмейді ғой. Сондықтан негізі шынымен де қазір қарап сіздерге қарап мен де ойлап отырмын да, бәрімізге негізі бұл бір лайфхак қой сендер айтып отырғандар. Мысалға бір сөзбен айтқанда, бағанағыдай гарантия мен качествоның арқасында өзіміздің бағамызды табып. Жоқ, гарантия качество ғана емес, бұл жерде сіздердікі ерекше, сіздердікі бағанағыдай күткеннен артық жасап бересіңдер, клиенттің төлегеннен артық жасап бересің, ол сені келесі адамға былай айтқанда өзі ақ ұсынады да. Соның арқасында бағанағыдай бағамызды табып отырдық. Мынандай қызық болған ғой бізде. Осындай өзі енді бір қасқыр адам ғой енді, мықты енді. Бірақ өзі жұмыс жасамайды, бірақ балаларға жұмыс алып береді. Сонымен біз бір клиенттің тауарын алатын болдық та магазин өзімізше. Сөйтіп кіріп, өйстіп адам күтіп, магазин адам келгенше күтіп отырғанбыз ғой. Сөйтіп ол тұрады да, қанша біз миллионға ма зат алып отырық, кабель алып отырық. Сендер қуасыңдар ма, тегін істеп отырсыңдар ғой сендер лучше бұған ақша алмайсыңдар ма, анау да. Сонымен 10%-тің короче магазиннен қостырып алады да, бұл клиентке жібереді, екі чек шығарады да. Біреусін клиентке, біреусін өзімізге. Сөйтеміз да, клиенттен ана процентпен аламыз да. Мына магазинге мынаяқтан басқа ценамен ұрамыз да, короче. Үстінен бір 200 мың теңге дей ма, бір 180 мың ба, сондай тиын, короче, ойнап тұр. Анау қарасаң, әжептәуір ұсыны, ойбай деп сонымен істеп атамыз. Сөйтіп бір кезде. Соның арты жақсы болмады, короче, ана кабель тура келмей қалды. Совпадение келмей қалды да. Сонымен оны қайтып алып барып магазинге өткізіп, неғылып, ана қосқан ақшамыз қайтып шығардық, короче. Уже біз кабель бәрін кесіп тастағанбыз ғой. Мынау уже болмайды деді ғой, короче. Сондай болды. Одан кейін біз вообще не алмаймыз. Клиенттерге не алмаймыз анау. Үстінен ақша қосуға, басқаға. Бізде де клиентке айтамыз, қазір біреу алатын заман емес. Қаласаңыз мен сізге чегін десеңіз, чегін шығарып беремін магазиннің, міне тұр. Барып любой время бір салыстырыңыз, любой жерден салыстырыңыз. Сол бағада беріліп жатыр деп ше. Лучше қайдағы 20-30 деген кейбірде арзан болып қалады. Біз ана магазин постоянно уақытынан кейін ше. Өткенде осы жағына келетін кезде де 170 теңгені алды, жетпей қалды, мен барып 145 теңгені әкеліп бердім. Клиент қалай дейді да. Братан, мен ой 2 күннің бірінде барып жүрген магазин. Магазинге кірсем болды, уже сразу таниды и одан бағаны түсіріп бере береді. Кейбір клиенттер сияқты емес, барғанына 2000 теңге бензинім бар дейтін сияқты емес. Біз өзіміз лучше барып алып келгеннен, чем тест істейміз да. Өзіміз білеміз қандай зат әкелу керек. Аламыз. Еще анау магазин бір жақсында менің үй жағыма районымда да. Мақтанғандай болып кеттік қой да бізде ше. Кәдімгідей кетіп қалдық негізі. Мен енді маған қызық та, сондай конкуренциядан қалай шығып жатсыңдар деген сұрақ қой. Ол шынымен де қазір біраз немен бөлісіп жатсыңдар ақпараттармен, енді ойлаймын басқа да жігіттерге көріп отқан электриктарға да. Мүмкін оларға айту мүмкін 5-6 мың ой біз оған істемейміз деп айту мүмкін, бірақ дегенмен де 5-6 мың 7 мың деген Шымкентте ұстау, еще оны жаңағында сервиспен алып кету, ол үлкен еңбек те негізі жатыр оның арасында. Егер сендер дәл осындай подходпен Алматыға келіп істейтін болсаңдар, әлбетте 5-6 мың сол жерде 10 мың, 12-20 деген сияқты кете беруі мүмкін да. Негізінде сіздер қандай негізі еңбек ана жақта. Енді менде мынандай да, мысалға конкуренциядан бір ерекшеленудің бір түрі, мысалға не болған шығар деп ойлаймын, умный домды үйренгілерің келді да. То есть бағанағы качество, гарантия, уже клиенттің күткеннен артық істеу, олдың өзі не уже аздық болып баратыр да клиенттерге, то есть сендерге ерекшеленуге. И почему-то сендерге ой келеді, жаңағындай умный домды үйренейік деп бізге келдіңдер да, мысалы. И менен осы кезде мынандай бір сұрақ туады да. Жалпы умный домға деген енді осыны үйрену керек еді деген сияқты бір ойдың өзі қай кезде келді, қалай келді, не себеп болды соған түрткі. Мысалы жарайды, электрика сендерге понятно, әкелерің айтуымен да, а умный доммен әкелерің айналысқан жоқ, соответственно ол кісі де білмейді. Сендерге осы ой қайдан келді жалпы, неден басталды, осы ең дәні дейді ғой, мына миға түскен кезде, дән болып түскен кезде қаяқтан түсті, соны түсінгім келеді. Мына екеуміздің ең бірінші емес, бұл осы 2 жыл алдын ғой, ана кімнің үйін жасаған кезде. Бірінші отделщик танысымыз. Сөйтеді да, сол бізді электрик бізді мақтап шақырады. Сонымен артынан умный дом жасайтын 2 бала келеді. Әдемі киініп алған, четкий портфейлі қолда. Заң. Сөйтеді да, енді біз проектін біз өзіміз ашып отырдық, келесі комнатада ашып көріп отырдық. Сөйтеді ана жігіттермен сөйлесе аласың деді өзі. Біз шаң-шаңбыз. Олар өзі четкий болып келген. Сөйтеді да, тарс етеді да олар бағаларын айтады, қанша сұрайды? 10 миллион ба сондай сұрайды олар. Бірақ сөйлесе алмай тұр оны еді. Мынау көрші. Өздері түсінбей тұр көрші. Не істелатындар, не істелатындарын өздері түсіндіре алмайды да. Сонымен жарайды деп олар шығарып салады сөйтіп. Сол Шымкенттің жігіттері, қазақ жігіттері. Иә, қазақ жігіттері. Сонымен артынан біз кіреміз да. Сонымен сөйлесеміз, проектін көрдік мынаға. Мына жерде мынандай екен, мынаны бүйтуге болады екен, мынаны сөйтуге болады екен, мынаны бүйтіп жағамыз, мынаны сөйтіп жағамыз. Қой істей аласыңдар ма? Яға жасай аламыз. Болды. Қанша теңге? Осындай сума. Сумасы әжептәуір болды, иә. Біз сол кездің өзінде 5000-нан алдық қой квадрат, 126 квадраттық. Бірақ инструментіміз қатты көп емес. Бірақ оны әжептәуір ақша болып тұр бізге.
сөйтеміз да жарайды деп сөйтіп сендер умный домды істей аламыз деп алып алдыңдар ма? істей алмаймыз біз умный әшейін электричествосын ғана Электричествосын сөйтеді да ана хозяин не алады енді жұмысты көрді жігіттер негізінде анау перде подшторникте болу керек деп подшторникті ғана алды да негізі жасасыңдар өздерің ақ бере салатын мо деген нәрсеге пультпен да біз көреміз пультын ашып көреміз подшторникті бізге кабель тастап бересіңдер деді бір кабель тастап бересіңдер деді болды сонымен олар жасап кетті одан кейін біз ары қарай пультті неғылып рулить етіп мынау мынаяқтың пульті мынау мынаяқтың пульті деп қойып берді хозяинға өздерің жасасыңдар негізі өздерің ақ болатын екен ғой деді да интернеттен де көріп қаламыз бағанағыдай умный дом бағанағыдай неғып жатыр сөйтіп екеуміз 2 жыл сол келеміз деп жүрдік уақыт өтіп бізде заказ көбейіп кетті бағанағыдай через таныс болып кеттік заказ көбейіп кетті кәдімгі үлгере алмай жатырмық біз енді шамалы енді қыстарда кішкене не боламыз чистовойға өтеміз да қыста енді босайтын екеуміз ақылдасамыз умный домға жаз келе жатыр қайтып көктем келген екен уже қайтып біз сөйтіп жүрдік и осы соңғы кездері жай заказ тоқтаттық короче электричествоны бағанағыдай тоқтаттық та соны бос емес короче бізде одан кейін келген клиенттер анау былай көбісінің негізі уақыты жоқ адамдар болды ғой түсінбейді и уақыты жоқ болды ғой біз OLX-ке ештеңе салмаймыз просто таныс арқылы звондай береді күніне енді жаңағыдай қызмет көрсетіп жатсыңдар әрине біздің өзімде сендер жұмыс істегенде көрдік қой бізде мысалы қызығамыз сендерге қарап сондықтан анау күн түн демей әйтеуір айтылған уақытында істеп беру максимально тартатынбыз ғой азанға дейін жағып беру керек па болды азанға дейін жағып береміз отделщигім келіп тұр бүйтіп тұр мынаны бүйту керек мынаны сөйту керек мынау жылжыту керек бүйту керек десе болды барып әшейін бір проводты анау бараның бір проводы бір неден алып қалған соны жылжытып береміз ғой барып ерінбей проекттің шуын шығармай дымын шығармай қиқылдатпай клиентті шиқылдатпай былай айтқанда проблема дизайнерлерге де не алмайсың ғой короче ондай адаммен любой адам істесе ғой одан кейін не алмаймыз ғой и одан кейін бізде бір плюс хозяинға да сразу айтамыз ғой болды сізбен ақшасын ғана сөйлесеміз болды қалған жұмысты біз сіздің отделщигіңізбен сөйлесеміз кім мысалы бастық болды если қалған нелер болып жатса маған отделщигім өзі звондайды жылжыту керек басқа болу керек изменение болып жатыр басқа болып жатыр мысалы отделка бірінші кабелін тастап кеттік ол сылап кетті одан кейін біз подразить қою керек и сол кезде бізді отделщик шақырады короче хозяинға айтамыз мынаусыны істеу керек екен бізге мынандай материал керек болды жақсы мен түсінген бойынша жалпы умный домға қызығушылық сол 3 жыл бұрын бір 2 жігітті көріп қалдыңдар олардың айтқан 10 миллион деген суммасы сендерге конкретно не берді мотивация болды да и айналысу керек деген ой келді содан 2 жыл ойландыңдар енді осыдан тағы да бір сұрақ туындайды да сендерде мен ойлаймын бір жалпы умный домды үйренуге дейін бір таңдау болды да мысалы кімге барамын қайда барамын деген сияқты ше кімнен үйренеміз деген вот менде тағы да бір сұрақ неге бізді таңдадыңдар осы не үшін біздің смартлайт или аян мынандай болды ғой қалай айтсақ болады біз көріп жүрдік көбісі ана үйретеміз деп жүрді да сіздің мастер классыңызды көріп қалдық бізге қазақша болды айтпақшы ең бірінші иә қазақша болғаннан кейін соған қызықтық қой одан кейін біз оның негізі жап жақты оқимыз ба дегенбіз негізі оның да бағасын бәрін есептеп көріп несін сөйттік та ол жап жарықтың балдарына звондап сұрадық че там мен мынаны білемін мастер выключатель анау мынау проходной лента полный біліп тұрмын просто маған кофра тарту сәндік неге ғой короче сонымен эстетикаға түзу қылып сондайға не қылдық та сонымен ойландық бұның бәрін біліп тұрмыз оған 400-500 мың теңге тағы төлеп еще уақытың кетіп жатқан и одан кейін көркем деген өзіміздің досымыз бар жақын сол лучше не аласың оның бәрін біліп тұрсың умный дом көрсеңдерші ондай деді жаңа нәрсе көрсеңдерші ол жігіт бірінші оқып келді сөйтіп біз де ойландық неменеге оқып алмасқа бағанағыдай біз анау постоянно бір бірімізді қайрап жүретін адамбыз ғой біз ешқашан бір біріміздің белімізге ұрып сен әдемі істеп жатрсың деп никак айтпаймыз бірақ басқа біреуге мақтануымыз мүмкін осы жақсы осы әдемі анау мынау дейміз бірақ бетпе бет келіп қалатын болсақ біз никогда бір біріміздің жұмысымызды довольно қылмаймыз сөйтіп екеуіңіз мастер классқа келдіңіздер бізді таңдадыңыздар қазақша болғандығы ұнады ақпарат алды енді жақсы оқудың барлығы бізде негізі білесің қазақша өтті и менде тағы да мынандай бір келесі сұрақта бізде оқу таңдап мастер класста мен айттым 2 түрлі оқу бар біреуі жаңағы группамен оқу и жеке оқу бар жеке оқуға бағасы әрине қымбат но ол жерде объектіге барасыңдар потом 2 адам оқуға болады дедік та сендер бірден соған жазылдыңдар мен түсінген бойынша бірден жаңағы индивидуальныйға жазылдыңдар да и объектіге барып соны ақпарат алыңдар енді былай группамен оқығаннан бөлек жаңағы индивидуально оқығаннан былай разница байқадыңдар ма негізі то есть қайсысы сендерге өтім не болды группамен оқығанда по-любому ана группада қысылатын сияқтысың же өзің айтасың ғой енді сол жерде 5-6 жыл жұмыс жасадым не қылдым сонымен алдыңа релені алып келіп қояды ананы алып келіп қояды мынаны алып келіп қояды сол кезде соны жалғай алмай қаласың не аласың сол кезде сұрайыншы десең сен уже
типа электриксің сен неужели білмей тұрсың ба деген атсам иә сондай болып қала ма одан кейін анау қасында біліп қалып сен білмей адамнан обратно қайтып сұрай алмай кері байланыс болмай қалмайсың мұғалім андай ғой басқа адам болса қысыласың да біз екеуміз ақ қой біз екеуміз болғаннан кейін бағанағыдай өзіміздің білгенімізді екеуміз уровенімізді білеміз ғой қандай кім қандай сөйлей алады қай жерде не ала біледі и одан кейін анау кімнен де смело екеуміз екі жақтап сұрай береміз да өзімізге керегінше енді үйренбей қаламыз менде бізде мынандай ой болды одан кейін шықтық 10 адамға дейін оқиды деген соң ол 10 адамның қасында жүріп үйрене алмаймыз деп ойладық қой өзіміз сөйлесіп тұрдық біз далаға шығып білесіз ғой өзіңіз мастер класстан шықтық та біз өзіміз ақылдасып тұрдық лучше бүйтейік дедік бағанағыдай екеуміз ғана алайық екеуміз оқиық только біз екеумізге ғана үйретеді ғой дедім да и біздің объектіге баратынымызда барған кезде екеуміз ақ көреміз бағанағыдай үйренеміз жақсылап деген сияқты ақшасы бізге қызық болмайды шынымен бар ғой ақша мәселесі де бізде мысалы көп адам айтады да ақшасын жаңағыдай енді анау 500 анау 800 мысалға біреуге әркім әртүрлі да баға көбісінің басты проблемасы бізде не ғой ақша жоқ көбісінде расымен сұрайды жаңағы рассрочка сұрайды рассрочкаға алайын десең даже рассрочка одобрение ала алмайды қиындық та былай қарасаң енді оқығысы келетіндер өте көп үйренгісі келіп жатқандар көп шынымен де бірақ барлығында қаражат мәселесі енді сендер қаражат мәселесін қалай шештіңдер оқуға ақшаны қалай таптыңыздар жалпы сол туралы біраз айтып біз объектілерімізден айтады қызық болады қазір біз проектісін көрмегенбіз вообще көрмегенбіз бірақ ауызша болған біледі біздің жұмысты көрген да сол проекттің ақшасын полный шешіп аламыз ғой одан кейін тағы да мына жақта істеп жатқан жұмысымыз бар әлі умнидом келіспегенбіз умнидом былай шет жағда айтылған я істетемін дегендей қылған и сонымен ортында тоже ақша шешіп кетеміз ғой сөйтіп келеміз алматыда бүйтіп жүріп умнидомды істей аламыз деп уже бір проект алып соның предоплатасына келіп оқып алдыңдар ма сонда ғой электричествосын істеп жүрдік та электричествосын істеп жүрдік и біз электричествосын монтаждарын бәрін по черновой тарттық та сонымен умнидом типа біз оқиын деп жатырмық деп ұсындық та онда енді типа біз оқып келеміз ертең умнидом істетесіз ба деген сияқты сендер оқып келсеңдерші деді содан кейін барып көреміз деді да біз оның электричествосын ақшасын шешіп алдық бағанағыдай біз оқуға бару керек едік деп и бағанағыдай и сол кісі потом умнидом заказ беріп жатқан сол ма иә негізі сол енді түсіндім иә то есть бұл негізі андай ғой действительно адам бір нәрсені қаласа ол амалын табады да жаңағы сендер сияқты негізі мен көп жігіттеріне айтып жатқанымда кішкене сылтау деп қараймын да и әрине әркімнің жағдайы әртүрлі қалтасынан кіріп шықпаймыз бірақ істейтін адам сендер сияқты әйтеуір бір амалын табады бұл сендер істеп жатқан бір нәрсе мен бізге обучение келген адамдар әртүрлі немен келіп жатқандар бар біреу даже тіпті заказчигі төлеп беріп жатыр өзі сен бар мен үйімді істеп бер деп сендер өздерің айтқансыңдар деген сияқты дұрыс иә енді менде мынандай сұрақта тағы да жақсы оқу қазақ тілінде болды иә мысалы оқуда біз екі адам үйретеміз мен үйретемін дәурен бар сосын мен тағы қосымша үйретемін ғой сатуға қатысты иә жалпы оқу үйрену қиындық болды ма жалпы бір оқуға қатысты бір сабақ барысы жалпы сендерге ұнады ма түсіндіру жағы ақпарат жеткілікті болды ма не түсінікті болды иә может бір қиындық байқадыңдар ма сол туралы шынайы мысалы оқу барысы туралы ойларыңды айтсаңдар мүмкін біз сол сіздер айтқан нәрседен біз может түзелетін шығармыз тағы бір нәрсе түзеуіміз керек бар ма деген сияқты маған шынайы сендердің оқуға қатысты нелерің керек та былай ойларың керек иә соны айтып берсеңдер мынандай ғой оқуға келгенде енді электрик болғаннан кейін ол минус плюсты фазаны нольді бәрін білеміз ғой бұл жердегі ең нелері то есть сол милары хаптары заттары ғой короче қайсыған қосу керек солысы ғана одан кейін ең басты не қылу керек екен ғой жазу керек екен ғой бірінші көресің ғой көзбен көресің одан кейін құлақпен естисің и одан кейін жазасың уже жазғаннан кейін уже миыңа сіңеді да и ол жазғанда да өзіңнің тіліңде жазасың ғой неден көшірмейсің өзіңнің тіліңде жазсаң ертең вообще қиналмайсың ғой бізде в основном ең қиын болып жатқаны сол қазір программасында ғой әлі программасын енді ноутбук алдық ол кезде ноутбук болмады ғой енді бізде енді қазір ноутбук бар құдай қаласа ноутбукқа басып көріп жалғау ғой ал қалғандары проблема тудырып жоқ черновой кабель тастау деген сияқты мысалы ана жерге пятижильный деген сияқты айту бәрін оның бәрін біз жалғап тұрмыз оны жеп былай да былай ұйықтап алып тұрғызып тұрасыз да носы қайсы несі қайсы десе біз полный айтып бере береміз жалғай береміз ше оны жақсылап кәдімгі миымызға сіңдіріп алдық та и бізге ең қатты айтады ғой ең уже болды түсіндік дейтін кез не болды үйге барған кезде болды ғой объектіге барған кезде иә біз өзіміз кім бір комнатаны бір жинап берді бізге сөйтті да қалған комнаталарды біз уже өзіміз жинай бастадық қой мынау мынандай екен ғой мынау мынандай екен ғой мынау мынанікі мынау мынанікі то есть индивидуальный обучениеда объектілерге бару тоже не берді ғой объектіге бардық объектіге кірдік бағанағыдай ол жегің бар кіріп
мен сендерге бір выключатель жалғап көрсетейін деді, короче. Ары қарай сендер өздерің менімен жалғасыңдар, өздерің үйренесіңдер деп. Өте перекрестный, проходной выключательдер бар же. Оларда обычный жалғап жүрсің, но бірақ оны әкеп умный домға тоже жалғау керек болды. И сол кезде кәдімгі выключательдерді полный шештік и өзіміз жалғадық. Одан кейін яққа барып нано, дио дегендер тоже өзіміз екеуміз отырып жинадық қой. Мынаусы мынаған кетеді, мынаусы мынаған кетеді. Біз мынаяқта мынасын мынаған бергенбіз, мынасын мынаған бергенбіз. 0 монитор, мынау комнатаңғы деп кәдімгі көзе бастап уже үйрендік қой. Сол келген жігіттерге де сондай ғой, практикамен үйренсеңдер бағанағыдай ақшасын, иә, оны ақшасын жай оны ақтап аласыңдар оны жа. Көзбен көріп бағанағыдай. Енді мен де былай не үшін сендер мында шақырып отырмын, маған мына құпиямен бөліссеңдер. Қалай үйрене салып, сразу 5 миллиондық умный дом проектісін тауып алдыңдар. Өйткені мен өзім ондай болған емес. Мен осы кәсіп бастағанда 21-де. Онда 300 мың теңге бірінші клиентім 300 мыңға жетер-жетпес ақшамен алғам да. Ол кезде ол и то лестница подсветка болған. Біз 5 миллиондық оборотқа біз 22-ші жылдары жететіміз. Бір айдық оборотымыз 5 миллион болатын. Үлкен жұмыс жасап жүріп 5 миллион оборот жасайтынбыз. Сендер келдіңдер оқып, үйреніп, умный домға 5 миллионда бірінші клиент тауып алдық деген кезде мен болдым ғой, басқасында есептедік неттіге. 5 миллион еще анау-мынаумен бір 6 миллионға алдыңдар проектіні да. Соның құпиясымен бөліссеңдер, қалай болды? Чисто умный дом 6 миллионға проектіні қалай ала алдыңдар? Биттік қой, бағана объектіге айттық, оқып келеміз деп. Сізбен барып оқып келдік қой жаққа барып, бардық объектіге. Объектіге типа үйрендіңдер ма деді. Осындай бәрін айтып түсіндірдік. Сіз қалай бағанағыдай көрсеткен заттарыңыз бар. Свет өшіріп жағу, бағанағыдай су протечка, мұротечка бәрін. Ол вообще бәрін дұрыстап айтты ғанаған. Ол тұрды. Болды есептедік деді бағанағыдай. Есептедік умный домды. Бірақ баста бізге бірінші айтты, 6 миллионға мен квартира аламын деді. Однокомнатный квартира аламын деді. Інім 6 миллион. 6 миллион квартира аламын ғой, типа қымбат қой деді ме есептеген. Сөйтті да. Көріңіз енді деп, короче, біз сөйлесіп қалдық қой, короче. Онда көресіз ғой дедік. Иә. Бірақ там андай не ғой, тағы да екінші адам бар ғой еді. Енді 6 миллионға зат тауаққа адамның қасында екінші адам болмаса тоже болмайды ғой. Ол адам бүкіл нәрсені не аламайды. Сол тұрды сендер заттарыңды әкіп қой, не есептесіңдерші деді, короче. Сөйтті сізден біз прайс сұрадық қой, короче. Мына үйге не зат керек, есептеп беріңізші деп. Сізге айттық, тарастарыз. Сонымен қағаз шығарып әкеп жібергеннен кейін уже ол уверен болды, что бұл 6 миллионда әшін ауызбен айта салды деген. Басында 6 миллиондай болады деген әңгіме болды да, кейін иә. Расымен де бірақ есептегенде сол 6 миллион сұрады. Басында біз айттық қой бағанағыдай ақша болады. Негізі 6,5 дегенбіз. 6,5 миллиондай болады деп айттым да. Сөйтіп примерно сондай болады деп естідім. Сендер қағазбен келдіңдер деді ғой, бағанағыдай жазып. Сізге жібергенбіз ғой, сізге проект жібердік, бағанағыдай есептеп беріңізші. То есть бізде оқудың бір пайдасы сендерге тиді да, не жағынан? Не только жария технически түсініп алыңдар, умный дом жалғау керек екен, но коммерческий приложениенің не маңызды екенін бізге оқуға келген жігіттер шақыратын да сол ғой, бұл жерде біз сатуды үйретеміз деп. Сату деген ол оңай емес. Ол просто да сен айтқандай бүйтіп 6 миллион теңге біреу бүйтіп ала салмайды ол. Кім алады оны? Ол үшін ол барлығы не болу керек, документальный болу керек, коммерческий приложение, фирменный бланк, қағаз, оның бәрі рөл ойнады да. Мысалы сендер біз сол жағынан енді сендерге көңілім бұрып тұрады да, алғашқы проекттерім болғанда көмектескіміз келді. И өзіміздің фирманың атынан сендерге жасап бердік та. Әдемі болды мысалға. Сол мысалға сендерге әсер етті, қарап отырсаңыз. Сондықтан айтарым да, жаңағыдай умный дом үйренген кезде технически біле берген ол одно. Бізде ондай мамандар Қазақстанда өте көп технически білім білетін, бірақ сата алмайды, не сатылса дұрыс презентация жасай алмайды, не сатып отқан дүниесін бағанағыдай подтверждить ете алмайды документпен, и одан не болады, сатылым болмайды да. Жақсы, енді өте былай жақсы не кейс негізі шынымен де бізде жақсы подход жасағансыңдар да, әдемі өте отыр да. Енді менде мынандай сұрақ, енді мысалы умный дом үйрендіңдер қазір, мысалы көп уақыт өткен жоқ, бір 2 ай енді болған шығар толық. Қазір уже проект алып жасап жатсыңдар, жаңағы проект мысалы 6 миллиондық проектте. Енді бір өзгеріс байқап жатсыздар ма? Өздеріңден бір табыс жағынан болсын, өздеріңнен білім жақтарынан болсын, мүмкін болмаса басқа адамдардың саған деген көзқарасынан болса да бір умный домды білгеннен бір какой-то бір статус беріп жатыр ма сендерге? Бір как-то өздеріңе байқала ма сол туралы бір әсерлеріңді бөлісіп жүрсеңдер? Умный дом үйренгеннен кейін не өзгеріс байқадыңдар сол туралы? Өзгеріс бізде страшно болды екен. Бәрін көрсетеді. Самоуверенность адамға жа. Адаммен клиентпен сөйлескен кезде, басқа кезде, чтобы сен білесің, чтобы не істейін деп алғаныңды и не істей алатыныңды полный клиентке түсіндіре аласың, ойыңды жеткізе аласың толықтай, чтобы не істей алатыныңды и оған не керек екенін клиенттің түріне қарап түріне ала бересің. Одан кейін жаңағы прайсис ғой, негізі адамдарға өтетін же. Анау көбісін байқаймын, отырады, телефонмен WhatsApp-пен отырады да, маған мынаны зат керек, мына мынанша теңге болады дейді, короче, клиентке фк дата жетеді, оның бағасы еще
нерассчитательный ол жерде ше бағашы көбінесе көрсете бермейді бағалар. А бізде не ол мысалы мен өткенде лестница барып сөйлескен кезде клиенттен отзыв сұрадым. Сол не үшін менікін аласың? Сен біріншіден гарантия беріп отырсың деді, екіншіден өзің қағазымен келіп отыр дейді маған. Мына қағаз маған ұнады деді да. Ол жерде ана контроллер датчик бәрі провод бәрі жазылып тұрды ғой иә. Жұмыс ақысы несі бар, ешқандай скрыть емес, не емес. Сөйттім да, міне осы нәрсені қолданамыз. Иә, смета қағаз дайын тұр, міне осы затпен бересіз. Болды, мысалы 315 мың, сондай 315 мың деген беремін, бітемін ал лестницамен. Иә, бітеді, маған не лестницаның номерін бересіз, мен лестничный өзім сөйлесем, чтобы қандай размерде профиль салу керек екен. Болды. Сонымен риза болып кәдімгідей ол айтқан, а то лестница қоятын бала оған тағы біреудің номерін берген. Түскенде ол айтты, не үшін оны алмадыңыз деген кезде, ол айтты, оған звондау керек екен деді, короче, мен адам танымаймын деп айтты. Мені бірақ таниды ол. Сен еще маған гарантировать, сен маған андай прайспен келіп тұрсың дейді. Иә. То есть өзгеріс жаңа біріншісі сіздер более не болдыңдар да андай самоуверенный болды, то есть как эксперт уже мамансыңдар осы салада, сен точно айта аласың не нәрсе бар екендігін. Бұрын мысалы ондай болған жоқ, иә. Бұрын мысалы плавать етеміз ғой, көбіміз келіп алып, бір нәрсені білмесең клиенттің алдында плавать етесің, клиент оны сезеді негізі, и примерно сені ақырын отчет етіп жібереді. Бұл жерде уже самоуверенность бар, жақсы. Енді тағы да не өзгеріс мысалы, қандай болды? Баға жағынан да мысалы, бұрын электричествосынан бүйтіп қорқасың бағасын. Клиентті қашырып аламын ба, істетпей қоя ма деген нәрселер болады ғой. Қазір бағасын айтасың, конкретно бүйтіп жасамайсың, чтобы мынандай зат керек, мен осындай затпен жұмыс жасаймын, мына зат мына жерде бар, міне осындай болады, бағасы міне осынша теңге, 5000 теңге ма, 5000, 6000 ба, 6000, 7000 ба, 7000. Біз оқып келгеннен кейін мына істей алатын болған уверенность болады да, сізден де көріп алдық бағанағыдай есептеу жағын, не жағын. И осы соңғы алған бір проекті бар, ол электричество ғой енді, бағанағыдай, соны айтып берген. Бардық квадратын айттық енді бағанағыдай. 5,5 теңгеден айттық квадратын. Уже алмайтын сияқты болды да, бізбен уже нақып кетті, саудаласып кетті. Неге Шымкенттің саудаласқан жақсы көреді ғой, Шымкент адамдары. Мынандай деп айтсаң, мынандайға түсіріп берсей, бағанағыдай. Мынандаймыз ғой, через налог келіп тұрып қой деген сияқты. Ертең менен мынандай ғой деп. Біз басында қорқатынбыз, типа, мен қазір қымбат айтсам, бұл менен алмайды уже. Маған істеткізбейді, типа, заказ кетіп қалады деген сияқты. Сонымен сол жерде сөйлесіп тұрдық та, бағаны полный айттық, ол түсір деп жатыр, короче, нағып жатыр. Ондай баға істемеймін, болыпты. Біз айттық, көріңіз енді дедік та, бізде уже бағанағыдай умнидомды оқып келдік, нағылдық, уже басқа заказ іздей береміз біз. Сонымен сол жерде сөйлесіп кеттік, болды, керек емес деп. И бағанағыдай ғой, артынша қайтып звондады. Типа бағанағыдай сенімділік бар, бағанағыдай, через таныс келіп отыр ғой, сенімділік бар, не бар. И ақша жағында біз көтердік та. Бағанағыдай, ой, біз андайға істейміз деген сияқты. Бізге клиент кетіп қалады деп қорықпаймыз ғой. Сөйтіп сол ақша жағынан да сол көтеріліп жатқаны. Роднойымыз, ағамыз ғой, туған ағамыз. Ол да біз еркелейді, біз де оған еркелейміз әйтеуір. Бітіп қалды оның. Енді курста біз мысалы айтамыз, умный дом үйреткен кезде негізгі 5 модуль, 5 бағытты үйретеміз. Лестница, электрокарниз, умный замок, беспроводной, проводной деп үйретіп жатырмыз. Одан бөлек қосымша біз не оқып жатырмыз, жаңағы сату, қалай жарнамалау, қалай мысалы баға есептеу, То есть біздің үйреткен жаңа 5 бағыттан бөлек жаңа 3 қосымша бағыт әсер етті ме? Мысалы сату, баға есептеу и жаңа маркетинг әсер етті ме? Енді маркетингтен қандай әрекет жасап жатырсыздар қазір? Реклама жаңа қалай болып отыр? Или осылай сарафанкамен жүре береміз бе? Бізде мынандай қалыптасып кеткен ғой. Фокусты короче бір жерге қоюды жа. Фокусты мысалы қазір енді 5 миллион қанша? 5-те 3 миллион ғой. Сол объекттің мысалы полныйға сода жүрміз ғой. Анау нелер бұл гипсогардан жауып жатыр, кабельдерін тастау керек, гипсогардан жауып болған кейін споттар, гипсовой, солардың кабельдерісі бар, шығару керек, анау мынау өз соятын әйтеуір тірлікші даласы істеліп жатыр, несі соған қарай көңіл бөліп жатыр, клиентті. И одан кейін ақша жағынан бізде білген проблема болып жатқан жоқ. Анау басқаларында проблема болып жатыр, чтобы тірліктері тәпіліп, сендер қашан келесіңдер, анау мынау деп ұзын болады. Мен мысалы түнгі 2-де, 3-те, 4-те, 5-те қайтайын, азы 9-да обязательно жұмысқа шығамын, үй жұмысқа тұрамын. Көріп, чтобы жұмыстың басына. Кәдімгідей клиенттің түрінен қарайсың ғой. Сен өзі жоқтайсың ба деген нәрсе кетеді ғой, көрші. Балдар десе, сен өзі жоқтайсың ба дейді, ана жерде бала. Түнде 2-де ғана кеткеннен ғой дейді, көрші. Аздан 9-да қайтып келіп аласың. И одан кейін клиенттер еді, одан кейін сұрайсың ақша керек, мынаны алу керек. Мысалы кешеде алатын кезде жаңа да алып жатқан заттарын звондап, бір звондықпен алдырып жатық. Чтобы сенеді, біледі, чтобы қою керек па, значит қою керек. Маған айтқан ол поэтапно алса қалай болады деп ше. Чтобы ақша ана керек болады, бәрін бірден алмаймын дегеннен кейін. Поэтапно не керек саған соны айт, мен жіберіп отырамын ақшасын. Поэтому маған мынау керек.
одан кейін аламыз, нанадан кейін. Енді екеуің өздеріңді кімдер сияқты сезіне аласыңдар ма? Ана бір екі жігіт келді дедіңдер ғой осыдан 3 жыл бұрын. Сендер жұмыс істеп жатсыңдар, екеуі келді, там баға есептеп берді деп. Енді примерно сол деңгейге жете алдық деп ойлайсыңдар ма өздерің? Солар сияқты бола алдық деп. Бізге әлі сәл бар сияқты. Иә. Не істеу керек енді? Жоспарларың қандай жалпы? Жоспар енді мына үйді жақсылап істеп бітіру. Енді жалғыз бұл бізде бір үй тұрған жоқ қой. Ол обязательно ол бірінші сол видео кетіп тұр, одан кейін білмеймін демаламай қалған. Енді осымен маркетинг көтеріп, ана біз енді жұмысымызды әлі көрсетіп жатырмыз қой. Енді тағы кабель жүргізіп жатыр, не қылып жатыр. Біз осы үйді жақсылап жүргізіп, өзі жұмыс көрсеткеннен кейін біз уверенность пайда болады да. Өзі видеоға түсіреміз. Результат көргеннен кейін эмоция пайда болады. Халыққа да көрсете аламыз да. Біз мынандай жоба жасадық, мынандай процесін қазір сүріп жатқан жоқсыңдар. негізі процесін түсіріп жатқан жоқпыз, просто Бізде анау поздно оқығаннан бұрын бізде кабеліміз бүкіл жоғарыда крышада лотоктың ішінде жатыр ғой. Ол қараңғы, оны ауа жоқ, действительно прожектор жағып қоясың, вентилятор қойып қоясың, болды. Оны крыша болғаннан кейін ол крышаның нелері бар. Хотя бы ана причистовый моментке жақындаған моменті. Олар обязательно болады, что бізде әлі шпондары бар, шпонның аты свет. Одан кейін не бар бізде? Гипсокартонның ішінде бір светтер бар, олардың бүкіл енді салынып жатыр. Ертең солардың бүкілін Енді да былай 29-да жастарың средний, мен 30-ға енді келіп отырсыңдар, келіңдер 30-ға. Енді келесіңдер, 30-ға. Бізге оқуға келіп жатқан кісілер, сендер шамалас жас жігіттер. Мен жас деп санаймын, өзімді 32-ден өзім жас санаймын мысалға. Үлкен кісілер келеді, енді әркім әрқалайды, әртүрлі себеппен келіп жатыр. Менің мынандай сұрақ жас туралы айтып жатқаным, жалпы болашаққа жоспарларың қандай? Мысалы, қазір жақсы 30-ға келесіңдер, Алла қаласа. Одан кейін 40 болады, 50 болады деген дейді. Сіздер осы салада жүре бересіздер ме? Электрикада, умный домда, или бір пландарың бар ма? Бір енді адам мынандай дейді ғой, мақсатсыз адам болмайды, мақсатсыз болмайды. Сондықтан мақсаттарың енді қандай сол туралы кішкене бір айтып қойсаңдар, өйткені енді мақсат деген нәрсе, арман деген бөлек, мақсат деген бөлек. Мақсаттың өзінің бір несі бар, уақытымен шектелуі бар, қалай жасалатын тәсілдері бар, оған жететін уақыты бар деген сияқты бір әрекеттер уже жазылған да. Сол сияқты примерно өздеріңнің мысалға умный домды үйрену керек еді деген мысалы сендер мақсат болған. Бірақ сөйтіп стечение обстоятельств өмір сөйтіп алып келіп қойды, бізге келдіңдер. Сол сияқты тағы да енді не ойлап отырсыңдар деген осы жоспарларың қандай бір айта кетсеңдер. Бізде мынандай ғой, қалай десем болады, мен жоба умный домда оқып келдік. Үлкейту ғой бағанағыдай. Иә, бағанағыдай бізде енді типа немен істейміз ғой, таныс арқылы деп жатыр бағанағыдай. Енді халыққа көрсетіп, бағанағыдай офис сияқты ашып деген сияқты ғой. Выставка ғой, короче, істеп, адам көзімен көрген сияқты қылып, сондай сияқты, соны көтерсек и бағанағыдай ғой, үлкен объем қылу керек қой, общий. Шымкент бойынша жұмыс істеп, иә. Одан кейін андай ғой, қазір жаспыз, істеп жатырық, действительно күндіз-түні істеп жатырық. Бірақ оның бүкіл ертең уже жас по-любому өзінікін алады да. Сен 30-40-қа барған кезде кардиологтан жүгіріп келіп түсіп, 40-қа барған екен уже жүгіріп шығып келмейді. Одан кейін сенің қасындағы балдар уже басқа тірлік жасап жатыр да. Сен әлі кабель тартып жүрсең тағы болмайды да. Рисковать ету керек қой. Анау ойдан алып тастау керек андай нәрсені ше. Ол өзінің затын пиқайт етіп барады екен ше. Көбісін естимін ше. Ертең өзінің затын пиқайт етеді ғой. Сен соның затымен жұмыс жасап қаласың ғой. Бір нәрсе ғой деген нәрсе болады да. Жоқ, мақұл, оны үйрене ме? Ол мысалы бұл қазір умный дом деген почти бұл не енді келіп жатса да уже біраз адам сіздер уже 2-3 жылдан кейін білеміз, уже почти бүкілнікі болып кетуі мүмкін. Бүкіл үйде болуы мүмкін. Умный домға қатысты не обязательно ол пердені ашу, нені шторканы ашу болмаса не кондерді қосу, ол ертең болмайтын нәрсе болып қалуы мүмкін да. Уже сен оны біліп тұрсаң, ол жақсы да. Чем біреу келіп сенің объектіңді істеп жатса, действительно негізі білмеймін, нормальный электрик болсаң ол ішіңді ашып жүреді ше. Өзің істей салғаның жақсы еді. Қанша мастер-класстар өткіземін, реттаттармен сөйлесем, бізден сұрайды дейді жаңағыдай умный дом істей аламыз ба деп сұрайды. Өзіміз отказ береміз, өйткені білмейміз дейді жаңағы. Білмегенде де білемін деп айтуға жаңағыдай уверенность жетпейді, өйткені ол действительно білмейді де. Сондықтан мен айтамын, сендер өздерің білесіздер ме қаншама ақшадан отказ беріп жатқандарыңды деймін де. Сондықтан үйренбеуге саған не себеп деймін де, сондай. Ол ары қарай өзінің жағдайын айтып кетеді. Жақсы, оны түсінікті. Енді мынандай да бір қорытындылай келе. Мысалы өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп отырсыңдар, қалай жағдай Шымкентте екенін айтып отырсыңдар, қандай әрекет жасадыңдар, қалай клиент таптыңдар, қалай жоспар құрып отырсыңдар, айтып отырсыңдар. Ендігі өздеріңіз сияқты Қазақстанда электриктер өте көп. Не только Шымкентте, басқа жақта да. Сондықтан оларға бір айтарларың бар ма, бір жалпы не дейді ғой, бір маман ретінде, сендер уже мамансыңдар, бір саланы білесіңдер да, то есть сол туралы білетін маман ретінде не ұсынар едіңдер мысалы осы? Қандай әрекеттер ұсынатын едіңдер оларға? Ең бастысы адам алдамауға. Действительно, істей аласың ба, істей аламын, істей алмайсың ба, істей алмаймын.
одан кейін алған нәрсеңді до конца аяғына дейін жеткізу ғой ең бірінші бар ғой. Айттың ба болды, істеп бер. Ол істей алмайсың ба, болмаса біреуге ақшасын беріп біреуге істетесің, өзің қалтаңнан болсынша собойша. Оны телефон алмай қою, басқа қылу, ертең келемін деп бір айдан кейін келу, бір аптадан кейін келу, қойшы бұның ақшасы кетіп қалды ғой. Ақшасын бәрін алып қойғасын, уже ақшасы жоқ, бірақ та жұмысында үйінде бір үлестір алып кеткен, оны ілуге үлестір ол заказбен Қытайдан келіп жатыр да. Ол бір айдан кейін келеді, сен уже бір қойған жұмысың. Ақшасын бәрін алғасын, келгеннен кейін қойып беремін дегенсің, бірақ телефонды жоқ болып кеткенсің да. Уже басқа жұмыс жасап кеткенсің. Ондайлар көп ше. Иә, ол үшін мысалы ол үйге мысалға ол өзі ғана тұрмайды ғой, біз қазақ болған кейін қонақ келеді, басқа келеді. Сол кезде көреді да, мынаны кім жасады дейді ғой. Мынаны кім жасады? Ол обязательно ол шай үстінде айтылатын әңгіме да. Осындай жігіттер жасады. Мен де танысым үй сабаққа енді осыған номерін берсе қалай болады деген нәрсе болады да. 100% сен бере бер. Бұл жігіттер өзінің маманы істеп береді дейді да. Бізде көбінесе сөйтіп не алады клиенттер ше. Одан кейін келген кезде андай қара времянка соғып отқан, не соғып емес, бүкілі коттедж соғып отқан, жақсы бизнесмен, ақшасы бар адамдар, уақыты кәдімгі олар деді бізге уақыт жоқ дейді, еще мен түсінбеймін дейді бұл. Бұны түсінбеймін дейді. Мысалы сене берейін істеп бер, я сене беріңіз. Қазір біреуді алдайтын заманда емеспіз. Бүкіл жерде шек, мек, бүкіл нәрсе болады. Мен сізге жібере аламын. Болмаса Каспийден ақ көре бересіз, ол заттың ше. Қандай любой затыңызды Каспийден ақ көре бересің ғой. Енді мына ештеңе тұрады дейді. Бір 5-10 теңге минус плюс болуы мүмкін. Не минус, не плюс болуы мүмкін ше. Каспиймен болмаса немен ше. Магазинмен. Сол сияқты нәрсе болады. И сонымен барып алып келе бересің. Жақсы. Оштан өзіңде қандай айтарың бар? Өзің сияқты электрик жігіттерге, қарапайым электрик жігіттерге не айтамыз? Бағана ғой, сенімділікпен істеу керек. Ешкім нанын жегімеу керек. Адалмен табу керек қой. Электриктер адалмен тапса, ол үстінен заказ түсе береді, өзі келе береді. Заказын бәрі. Бағанағыдай біреудің алады деп нақтамай алдау деген сияқты Нұрбек айтып отыр ғой бағанағыдай. Барамды бармай қалу. Ондайға көп түскенбіз да. Барамды бармай қалу, алдап кету, болды ертең барам деген сияқты сондай емес. Уверенностьпен істесең, зато клиентің де көбейеді, маржаң да көбейеді бағанағыдай. Через таныс келіп бағанағыдай ала береді. Ол кезде уверенность боласың и бағаңды да көтеріп айта аласың да. Көбісі анау бізде не алады ғой клиенттер типа қымбат қой бағаларың, ол обязательно болады, ол бізде обязательно сендер бағаларын қымбат қояды да. Енді аға деймін да, біздің енді баға қымбат болғанда біздің жұмысымыз осы деймін да. Біз басқа ешқандай жерде жұмыс жасамаймыз. Чисто осымен күн көреміз, осымен жүреміз. Біз сізден только гарантия ғана бере аламыз. Жұмысымызға сапасын ғана бере аламыз бұл жұмысқа. И одан кейін басқа бір-екі нелер болатын болса, изменение болса, пожалуйста, бесплатно жасап берейік. Бізден соны ғана сұраңызшы. Қалған ақшасын не алмаңыз дейміз да. Егер бағасы тура келмей ма, бұл бағасы тура келетін кетесіңіз. Ол кейбіреу бар мақұл деп істетеді да, сөйтіп біз шақырады. Сендерге істете салу керек еді ғой деген нәрсе ондай көп болады. Мынаны істеп кеткен екен, ұнамай жатыр, келіп істеп бере салшы, бүйтіп бере салшы деген нәрсе. По-любому бізде сол бағаға қайтып. Көп клиенттерден естиміз ғой. Мынаны черновой вариантын бір электрик тартып кеткен жоқ бағанағыдай. Бұл Алматыға кетіп қалыпты, бағанағыдай Астанаға кетіп қалыпты. Иә, тұрақты емес. Одан кейін біз артынан барамыз ғой. Оның қай жерден тастағанын білмеймін бағанағыдай. Производство ету керексің, әлі уақыт кетеді деген жақсы да. Иә, уже біреудің істеген істері да. Жартысын істеп, жартысын тастап кететіні бар. Иә, бағана қашып кетеді. Біреудің артынан істегенге уже гарантия бере алмайсың да. Ертең ең соңғы кім істеді, сол уже не болып кетеді да. Кім жаман, ең соңғы істеген адам жаман болып қалады да. Ол алдында тастап кеткен адамға не емес ол. Ол тастап кетті. Уже сен ең соңғы сен істедің, уже сені таниды. Сен істеген зат болып есептеліп кетеді да ол. Біз оқуда жүрген кезде өзіміздің клиенттер бар ғой. Шымкентте жүрген қанша күн? 15 күн жоқ болып кетті ғой. 15 күн күткені бар, күтпегені бар. Сол орында мысалға телефонда отырып та тұр ғой. Сендер күте салу керек еді короче. Анау дата анау стройщик балалар бар. Солар өндіреді ғой. Сол айтты иә. По-любому сендер сияқты бола алмайды екен дейді ғой. Неге десе, магазинге де барып өзіміз алып келеміз ғой. Өздерінің магазиндері да, бірақ доставкамен немен кейбіреуін салады, кейбіреуін барып өзіміз таңдап алып кетеміз да. Что барын жоғын қарап өзіміз. Сендерге жетпейді екен по-любому дейді да. Күндіз-түні айтылған кезде тас сөйлетпейсің ғой короче клиентке же. Максимально сондай ғой короче. И біріншісінде клиентке өзіңді жақсылап қойып алуың, түсіндіріп алуың керексің ғой. Чтобы саған екінші рет клиент короче сені басыма көріп қой, сен клиентті басыма алуың керексің ғой короче. Клиент чтобы мына затың сенікі қымбат жоқ, мен мына арзандау затты қоямын деген кезде сен өзің сразу сол қоятын затыңды уверен болуың керексің ғой. Мына назаттан не үшін айырмашылығы барынша соны шешіп болса жақсы. Мен назатпен істеймін, осы затқа гарантия бере аламын деген сияқты да. Ол арзанын алып келе ма, ертең китайский алып келе ма деген сияқты. Өзің қоясың бағанағыдай затыңды, міне мен назатпен істеймін деген сияқты.
Рахмет сендерге жігіттер. Енді осындай өздеріңнің құпияларыңмен бөлісіп жатсыңдар, өздеріңнің лайфхактарың, сендер қолданатын, сендер ұстанатын ұстанымдар, принциптермен бөлісіп жатсыңдар да. Действительно, адалдық мәселесі, қазір еңбек бәрін жеңбек деген рас. Сендердің күні түні істейтіндерің, уақытында баратындарың, уақытында ол бітіретіндерің барлығы сендердің осындай бір спростағы маман болуларыңа бір себепкер болып отыр да. Онымен нетіп жатсыңдар да, иә. Одан бөлек еще ол бар, еще сол жағдайда еще Шымкентте конкуренция бар, одан да өтіп жатсыңдар. Қиындық санаймын мен оны мысалға. Одан каждый екі адам өтеді, екінің бірі өте алады деп айта алмаймын. Одан бөлек еще ақша болмай тұрса да заказчикті алдын ала көндіріп умный домды үйренуге келіп отқандарыңның өзі сендердің мықтылықтарының дәлелі да. Еще умный домды үйреніп 2 апта өтіп жатқан кезде сендер заказчиктерің біраз күтіп отырды еще сендерді. Мен білемін, сабақ барысында білемін сендерді күтіп жүргенін біраз адам. Соның өзі сендердің мықтылықтарын дәлелдейді. Сондықтан сендер жігіттер көп рахмет осындай келіп біздің алғашқы қонағымыз болып осындай түсіндіріп өздерінің лайфхактарымен ойларымен бөлісіп жатқандарыңа, жаңағыдай ақылдарын айтып жатқандарыңа көп рахмет. Енді көрермендер, мен ойлаймын сіздерге бұл ұнады деп ойлаймын. Бұл енді подкаст, бұл біздің алғашқы подкастымыз. Келіп отқан жігіттер өздеріңіз көріп отқанда өзіміз сияқты қарапайым біздің бір салада осы жүрген электрик бауырларымыз енді умный домды үйреніп біздің қатарға қосылып былай айтқанда дамуға келген жігіттер. Енді бұл өздеріңіз байқасаңыздар тағы да бір миф деп айтсам болады. Электриктер мысалға камерадан қорқады деп көбісі айтады. Біз түскіміз келмейді видеодан, біз керек емес деп. Жоқ, байқасаңыздар біздің қонақтарымыз өзіміз сияқты қарапайым жігіттер камерада еркін сөйлеп ойларын сіздермен бөлісіп отыр да. Сондықтан сіздердің біз қолдауларыңызды күтеміз. Осы видеоны, подкасттың видеосын өздеріңіз электриктардың чаттары деген бар, таныстарыңыз бар, соларға жіберіңіздер, таратыңыздар. Біз туралы былай айтқанда әр қазағым жалғызым дейді. Енді оның ішінде қарапайым біз сияқты салада жүрген мамандар өте аз. Сондықтан сіздердің қолдауларыңыз бізге өте маңызды. Лайк басып, комментарий жазып, таныстарыңызға осы видеоны жіберіп отырыңыздар. Енді жігіттер, сіздерге көп рахмет. Келгендеріңе, ойларыңа атсалысып бөліскендеріңе, алғашқы қонағымыз болғаныңызға. Енді көрермендер, сіздерден біз қолдау күтеміз. Келесі қонағымыз кім боларын біз әлі білмейміз, дегенмен де өзіміз сияқты осылай бізден білім алған жігіттер, я болмаса осы салаға, еліміздің құрылыс саласының дамуына, электрика саласының дамуына үлес қосып жүрген азамат болуы әбден мүмкін. Сондықтан кім келесі болғысы келеді, тоже маған хабарлассаңыздар болады. Бәріңіздің күндеріңізге сәттілік. Осы видеоға қолдау білдіріп кетіңіздер. Көп рахмет. Электрик жігіттер келіп оқуларыңызды сұраймын. Иә. Жақсы, негізі оқып алсаңыздар. Ең бастысы қазақша қорқатын ештеңе жоқ, оны түсінбедім бір нәрсе, ол ұялманда болынша, чтобы мынандай нәрсе не болсын, келген кезде губка дейді ғой, су кәдімгі губкаға су құйсаң, ол сіңіп тұра береді де өзінде. Тура сондай болып кетсіңдер, ол ұялмаңдар, чтобы сендер ақшасын төлеп оқыватқаннан кейін сендер оны просто сұрай біліңдер ше. 3 электрик объектің болғанша бір объект умный домың болсын. 3 объектің ақшасын бір умный домнан табасыңдар жігіттер. Электрик мырзалар. Иә, жігіттер өздерің жұмыстарын көрсетсеңдер, бір умный домнан тауып аласыңдар кеңдер. Мақал болды. Осыны айтып берейін деп нағам мен деген саңда.